кейде адам баласы өз-өзінен өмірдің мәні мен білімнің шынайы қадірі не деп сұрайды? Бүгін біз қара сөздер жинағандағы 11-ші қара сөзге назар аударып, оның терін ойына бірге өнелеміз. 11-ші сөз. Осы елдің үнем қылып жүрген немене? Екі нәрсе. Әуелі ұрлықпен мал табам деп жүр. Мал иесі артылтып алып, тағы да байимын деп жүр. Ұлықтар алып, бейім деп, дәугерді жеп, құтқарам деп ұрыны жеп жүр. Қарапайым жұрт ұрлық айтып мал алам деп, ұрығы атымды сатып пайдаланам деп, не өткізбесін арзанға түсіріп алам деп жүр. Екінші, бұзықылар біреудің ойында жоқ пәліне ойына салып, бүйтсең бек боласың, бүйтсең көп баласын, бүйтсең кек аласың, мықты атанасың деп, ауқаттарларды азғарғылып, әлек болып жүр. Кім асса, мен соған керек боламын деп, қыздырып алып, өзін біраз ғана аза қылайын деп жүр. Ұлықтар пәле, бұл табалған ақыл деп, мен сені бүйтіп сүйемін деп, ананы жеп, сені бүйтіп сүйемін деп, мынаны жеп жүр. Қара халық міннің сонша үйім бар, сонша ауыл аймағымен сойылынды соғайын дауында атайын деп, қай көп бергенге партияласын боламын деп, Құдайға жазып, жатпай, тұрмай салып жүріп басын. Ауылын қатын басын сатып жүр. Осы бір ұры бұзаққа жоғалса, жұртқа ойда түсір еді, шаруа да қылар еді. Бай барын бағып, кедей жоғын іздеп, ел секілдініп талапқа тілеуге кірісір еді. Енді жұрттың бәрі осы екі бүлік ескі ортақ. Мұны кім түзейді? Антын, сертін, адалдықтың, ұятын бір тоқтаусыз кеткен еме? Ұрыны тыю да оңай болар еді. Бірақ осы бұзықының тіліне ер-тоғын, азы-тоғын байларды кім тыяды? Осы ойлар сіздің жүрегіңізге аз да болса тыныштық пен тереңдік сыйласа, бізбен бірге болғаныңызға рахмет. Егер бұл бейне сізге ой салса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сау болыңыз.